сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен Фейсбуктың ішінен бизнес страница, яғни бизнес парақша ашу және оған Инстаграм, WhatsAppта жағуды үйрететін боламын. Жалпы бизнес парақша, бизнес страница дегеніміз, ол бізде Фейсбук пен Инстаграмды жалғайтын көпір деп айтсақ болады. Біз рекламаны кіріп Фейсбуктың ішінен жай ғана жіберіп кете алмаймыз Инстаграмға. Екеуін жалғаушы ол бізде бизнес страница, яғни көпір. Енді біз бизнес страница ашу үшін мына жерде бізде главный функциялар тұрған жерде страница деп шығып тұрады. Мысалы, если бұл жерде сіздерде шықпаса, менде көп қолданған заттар осы жерде міне жоғары қарай шығып тұрады да. Сіздерде енді астық жағында шығуы мүмкін. Бірінші кіру жолы осы жерден кірсеңіздер болады. Ал ол жерден шықпаса, мына жерде меню батырмасын басасыздар. Осы жерде меню батырмасын басқан уақытта мына жерде міне страница деп тұрады. Осы страницаға өтеміз. Міне менде мынау страница, бизнес страницаларым өзімнің ашылған. Сіздерде басында жоқ, былай шықпайтын болады. Ашылғаннан кейін сіздерде осылай шығады. И мына жерде міне создать профиль дегенді басып, общедоступная страница деп, далее начать дейміз. Мына жерге страницаның атауын жазамыз. Алғашында сіздер енді бастап жатырсыздар ғой, сіздер Фейсбуктың настройкасын енді үйреніп жатырсыздар. Осы бастапқы уақытта бизнес страница немесе бизнес парақша деп ашсаңыздар болады. Кейіннен уже клиент алып, мысалға, мебель нишасында клиент алсаңыз, осы страницаның атауын мебель деп өзгертіп қоя саласыз. Немесе осылай именно сол мебель клиентіңізге арнап, осылай страница ашасыз. Бастапқыда осылай бизнес страница немесе өздеріңіздің атауларыңызбен таргеттолк ретінде, мысалы, Роза Шакирова. Роза таргеттолк. Осылай. Мына жерге категория маркетинг агентство деп осылай қоя салсақ болады. Мына жерге биография жазу не обязательно, негізі жазып қойсаңыздар да болады. Мысалға, таргет арқылы кәсібіңнің сатылымын арттырамын деген секілді етіп. Міне, осылай биография жазсаңыздар болады. Мысалы, мебель нишасы болса, жаңағыдай мебельге арнап, женская одежда болса, женская одежда деп осылай биография толтырып қойсаңыздар болады. Бұл толтыру негізі шартты емес. Одан кейін создатты басып, создать страницу басамыз. Енді мына жерге сайттарыңыз бар болса, ол клиенттің сайты бар болса, осы жерге сайт қойсаңыздар болады. Сайтты қою міндеттелмеген. Мына жерде міне өзіміздің Қазақстанды тауып аламыз. И мына жерге өздеріңіздің номерлерін жазасыздар бастапқыда кіріп жатқан уақытта. И мына жерге электронный почта жазасыздар. Бизнеске арнап страница ашсаңыздар, бизнес иесінің поштасын жазасыздар. Өздеріңізге болса, өздеріңізге жазасыздар. mail.ru. Мына жерге адрес. Өздеріңіздің қалаларыңыздың адресіңізді Шымкент деп қоя салайын. Адрес деген негізі адрес. Бұл жазу міндеттелмеген. Мына жерге индекс номер жазсаңыздар болады. Менен өздеріңіздің қалаларыңыздың индекс номерін жазасыздар. Индекс номерін білмесеңіздер, Google'дан кіріп іздесеңіздер болады. Мына жерге міне часы деген жерге часы работы не указаны. Яғни менің жұмыс уақытым бір график жоқ.
мысалға да көрсетпейсіз. И мына жерге міне всегда открыто деп 24 сағат жұмыс жасаймын деп осылай белгілеп қойсаңыздар болады. Бұл негізі міндеттелмеген, бұны толтырасыздар ма толтырмайсыздар ма өздеріңіз білесіздер. Далее басып өтеміз. Одан кейін мына жерге міне бизнес страницаға фото қойып қойсаңыздар болады. Осылай суретті ноутбукқа жүктеп аласыздар. Мен енді қазір сурет қоймаймын. Сурет қоймасаңыздар да болады, қойсаңыздар да болады. Мынау обложка міне. Обложка дегеніміз мынаның артында тұратын. Обложкаға и фото мына жерде көрініп тұрады. Қойып қойсаңыздар болады, қоймасаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер. Мен сурет қоймаймын. Далее деп өтемін. И мына жерге WhatsApp тіркейміз ба дейді. Біз бұл жерден өтіп кетеміз. WhatsApp'ты қазір тіркемейміз. Алдағы уақытта көрсетеміз сіздерге WhatsApp тіркеуді. Пропустить деп өтіп кетеміз. Далее готово басамыз. Все, бізде бизнес страница ашылды. Енді бизнес страница ашылған соң мына жерде біз главный бөлімге өтіп аламыз. Мына жерде все профили дегенді басып, өзіміздің фейсбугымызды главный етіп аламыз. Сосын одан кейін міне страница мына жерден басып өтсеңіздер болады. Жаңа көрсеткендей меню батырмасынан өтсеңіздер болады. Осылай басып өтеміз. Одан кейін жаңағыдай міне жаңа ашқан бизнес страницамызға кіріп аламыз. Бизнес страницаның атауын осы жерден өзгертсеңіздер болады. Редактировать басып. Бұл бизнес